Сәлеметсіздер ме кішкентай бабашылар? Сәлеметсіздер балалар. Рахмет. Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміз өзгеше болмақ. Өйткені біздің балабақшамыздың ауласында орналасқан жылыжайға дәнді дақылдар егеміз. Егеміз бе балалар? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Біздің институттың ортасына орналасайық. Балалар, ең алдымен балалар, біз топырақ дайындап аламыз. Топырағымыз өте құнарлы болатын болса, біздің еккен жеміс көкөністерімізде өте үлкен, әдемі, тәтті болып өседі. Ең алдымен балалар, біз құнарлы топырақ дайындаймыз. Қараңдар, мынау малдың көңі. Бұл малдың көңін балалар, біз құнарлатуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Малдың көңіне жауын құрты. Қараңдаршы, қолында. Жауын құрты деген болады. Бұл жауын құрты балалар жаңбыр жауғанда жердің астына бетіне шығады. Жерді нәрлендіреді. Жауын құртын көріп тұрсыңдар ма? Қараңдаршы. Жауын құртын қараңдар. Балалар, бұл жауын құрты біздің көңімізді жеп, қоректеніп, топырағымызды биогумус қылдырады. Осыған еткен көкөністеріміз жайқалып, әдемі болып өседі. Көрдіңдер ме балалар? Жыбырлап жатыр міне, қараңдар. Қараңдар. Не жыбырлап жатыр міне? Көрдіңдер ме? Ал балалар, енді біздің көңіміз құнарлану үшін құртымыздың бәрін осыған салатын боламыз. Балалар, жауын құртымызды біздің көңіміздің үстіне салдық. Бұл балалар, бұны біз тамақтандыруымыз керек. Қалай тамақтандырамыз? Ас бөлмесінде шыққан қалдықтарды пайдаланамыз. Не балалар мынау? Тамақ. Біздің жеке тамақтың қалдықтары. Бұның ішінде алма, қырыққабат, қияр бар екен. Балалар, бұны жауын құрты өте қатты жақсы көреді. Осымен тамақтандырамыз. Сол кезде біздің мына көңіміз өте құнарлы, биогумус айналады. Балалар, мына біз көңімізді дайындадық. Ішіне салдық бізде міне. Жауын құртын салдық, мына жауын құрты тамақтанып, біздерге мынандай құнарлы топырақ дайындар еткен. Жығып жатыр, ол жеп тамақ жеп жатыр ғой. Міне көрдіңдер ме балалар? Құнарлы мынандай топырақ дайындап береді екен. Көрдіңдер ме? Осы құнарлы топыраққа біз дәндерімізді егетін боламыз. Балалар, көктем мезгілінде біздер тобымызда дәнді дақылдарды егіп, білесіңдер ме балалар? Сол міне тереземіздің алдында әдемі биік болып өсті. Енді осы көшеттерімізді бақшамыздың ауласында орналасқан жылыжайға егетін боламыз, не ме? Біз көктем мезгілінде тобымызда дәнді дақылдар егіп, сол дәнді дақылдардың енді жемісін көреміз. Міне қараңдар, қандай жеміс өсіп шықты екен бізге. Қараңдар. Аликон, сен ала ғой. Балалар, қараңдаршы, біздің ерте өсірген қиярымызда өзінің жемісін беріп жатыр. Мына қараңдар. Көрдіңдер ме? Қияр, міне. Қияр жемей қалып сала ғой себетін. Бір бақыт, мына көрдіңдер ме? Күшті болып өсіп тұрген да, балалар. Суды босқа төгуге болмайды. Көкөністерді тамшылап суарамыз. Зәйтүн немесіміз еді. Қораға арқала зәрттанады. Қатысын анамыз. Табиғатты тасаттайыз. Табиғатты тоғайыз. Жылыжайдың ішінде